Қайырлы күн достар, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Бүгін біз осындай егін деп жатырмыз. Огурцы, мята, помидор и перец. Мына жерде менде райхан дейміз, сол и укроп бар. Қазір егеміз. Енді алдағы уақытта результатын көрсететін боламын. Есіктің алдына кішкентай жерге егін деп жатырмыз. Иісі күшті енді. Надан 20 штук, надан 50 штук, надан 20. Надан осындай алдым. 35 теңгеден 15 теңгеден қателеспесем. Мынаның 2 қасығы 100 теңге, мятаныкі 50 теңге. Огурцы бізде осындай стаканчикте мына. Енді бұны сулауымыз керек. Жақсылап сулап, кешкі салқынмен егесінде деді. Арнанда 2 қарсы қалды. Мына бір қисайып қалды. Мына жақта Мұхтар жүр. Су шашып. Қазір сен соны құртып жіберем мен, Мұхтар, сындырып жіберем. Айтқан тыңдамайтын баланы сөйтеміз біз. Сіздер не істейсіздер, не дейсіздер? Балағам, короче, мына. И стаканчиктен шығарып, әр мындай 2 метрден тастай береміз. Кранның қасына осындай жерге, мына жерге мятамен, мына жерге андай егем. Укроп. Міне. Бұны примерно бүйтіп шашып егем, осындай қойдым. Сөйтіп үстінен тырмалап жіберемін. Көреміз енді қалай шатын. Осындай, жатпасайды. 2 жүйек болды. Мына жағына огурцы, мына жағына баклажан. Болгарский, мына жаққа помидор егеміз. Менде алма талы бар, шабдалы талы бар, анар бар. Мына жақта мындай гүлдер. Осылай отбасымызбен помидор егіп жатырмыз. Қайтпесе, әметке пол егіп шықтық. Ана жерде огурцы, помидор. Ой, сөйтіп айтаймыз. Араларыңызда біріңіз біліп жатсаңыздар, менің гүлдеріме осындай бір іріп кетті ма? Мына гүлдерім иісі вообще күшті тұғын. Прям күшті болып гүлдеп жатыр, бірақ мынандай болып қалып жатыр. Соған не бірдеңке себу керек па? Ақылдарыңызды айтып жіберіңіздер. Прям күшті болып гүлдейін деп жатыр. Мынаны қараңыз, осындай болып тұрған. Жақтың бәрі менде гүл.